қарсыласы емес. Дегенмен Бектің біз біліктілігін, оның әлеуетін жақсы білеміз. Сондықтан Абдаллах Пази соншалықты біздің Бекке қауіп төндіре қояды деп ойламаймыз. Бек Нұрмағанбет қазір міне қарсыласта алғашқы секундтардан жып арқылы тексеріп көруге көшкен. Пазида өз кезегінде жауап қатуға тырысып бағуда. Әзірге асығар емес, екі боксшы да аңдысып жүр. Әдеттегідей көбіне көп осы бірінші раундта боксшылар осылай аңдысуға, бірін-бірі зерттеуге жұмсайды. Бек қазір тағы да өзінің оң қолымен қарсыластың қорғанысын тексеріп көруде. Қырағылығын байқап көрді және оң қолымен көрсетіп тұрып, сол қолмен соққы жасады қазір. Дегенмен Абдаллах Пази бұл соққыға дайын болып шықты және Пазидің да міне шабуылға шыққан тұсы. Бек дайын, қарсыластың ойын оқып тұр. Бірінші раундтың жартысы артта қалды. Қазір әзірге Абдаллах Пазидің біз өзіне өте сенімді қимылдап жүрген байқап отырмыз. Бектің бұл екінші кездесуі деп айтып өттік. Өзінің дебюттық кездесуін осы 2020 жылдың 26 шілдесінде Белоруссия астанасы Минскіде өткізген болатын. Және сол кездесуде бірінші раундта қарсыласын нокаутпен ұтқан Тамас Ласкейді. Бүгінде осылай мезгілінен бұрын жеңіске жетіп жатса, нұр үстіне нұр болар еді. Абдаллах Пазиге қазір өзінің соққысын тартуға тырысқан, бірақ Пазида бірден бұл бұрыштан қауіпті аймақтан шыға білді және қазір соққымен алмасты, бірақ бұл соққыда қорғаныстан қайтты Пазидің. Танзаниялық боксшы тынымсыз қимылдауда қазір. Және бірінші нөмірде өнер көрсетуге ниетті екенін ұқтырғандай. Бек қарсыласты қазір күтіп ала білді және өзінің жып арқылы қорғанысының саңлау тапқан. Соңғы секундтарда Бектің бірнеше соққысы қарсыласқа дөп тиді. Главный бой сегодняшнего вечера бокса в Атырау. Бек Нурмагомбет, чемпион Азии, который проводит свой второй поединок на профессиональном ринге, боксирует против своего соперника из Танзании Абдаллаха Шабани Пази, которому 27 лет, и на счету Абдаллаха 28 побед, из которых 25 нокаутом, 7 поражений, из них 2 досрочных и 1 ничья зафиксирована. В целом, довольно неплохой соперник противостоит Беку Нурмагомбету. Свой дебютный бой в профи Бек провел 26 июля текущего года в андеркарте вечера бокса в белорусском Минске. Он в первом раунде нокаутировал венгра Тамаша Ласку, которому 23 года. Да, серьезное сопротивление оказывает Абдаллах Шабани Пази нашему боксеру, чемпиону Азии, на минуточку. Много говорилось о том, что Бек поспешил
уйдя из любительской сборной Казахстана, хотя там был первый номер, это чемпион мира Бекзат Нурдаулетов, и не отправить Нурдаулетова на Олимпиаду, это, конечно, большая ошибка. Это прекрасно понимал Бек Нурмагомбет. Он из-за травмы не смог поехать в Екатеринбург, где и блеснул своим мастерством Бекзат Нурдаулетов. Поэтому, недолго думая, получив ряд предложений от зарубежных и казахстанских промоутеров, Нурмагомбет перешел в профи. Да, зрители немногочисленные ликуют после удачной атаки в исполнении Нурмагомбета. Отсчитывает нокдаун, но сам боксер из Танзании считает, что точного удара, попадания не было, поэтому зря нокдаун отсчитывали. Ну, я думаю, будет возможность просмотреть видеоповтор, мы сможем убедиться, был ли там четкий точный удар поставленный или все-таки нет. Но Бек уже словил, поймал кураж, он идет от своего соперника и пытается добить его. Как видим, пробует ответить Абдаллах Пази, он разозлился на своего соперника, идет активно вперед. Тут самое главное не терять концентрацию. Нужно смотреть в оба, пытаться читать действия своего соперника и, конечно же, работать в той манере, в том стиле, о котором мы говорили перед началом этого боя. Его наставники, которые непосредственно ко второму поединку готовили. Конечно, промоутерская компания Surimen Promotions особо возлагает надежды на Бека Нурмагомбета как очень перспективного боксера, который находится в самом начале своего пути. И если, конечно, продолжит работать над собой, прогрессировать, пахать, если будет у него достойная позиция в профи, то Нурмагомбет уже в скором времени сможет выйти на титульные бои. Вообще в Казахстане очень много боксеров профессиональных, которые себя проявляют уже за океаном. Я надеюсь, что одним из этих боксеров станет и Бек Нурмагомбет. Активно он пошел на пролом на своего соперника, и в концовке второго раунда несколько точных попаданий. Ими отметился Бек. Я думаю, все самое интересное в этом противостоянии только начинается. Бек активно работает, наносит удары, и, конечно, его соперник тоже пытается ответить. Да, вот в этом эпизоде начал отсчитывать нокдаун рефери на ринге, но сам боксер из Танзании посчитал, что он просто подскользнулся. Впрочем, видно, что по очкам все-таки Нурмагомбет ведет в этом противостоянии, поэтому спорить не стоит Абдаллаху Пази. Если продолжит в том же духе, то легко победу заберет Бек Нурмагомбет. Хотя, еще раз отмечу, что противник у казахстанца очень такой качественный, интересный, бьющий, агрессивный, словом, крепкий орешек. А до этого Аблайхан Джусупов одержал победу решением, единогласным решением судей с надписью «Лаки». Вышел счастливчик Аблайхан Джусупов. И вот так вот счастливчик дебютировал с победой на профессиональном ринге. Посмотрим, как в дальнейшем его карьера будет развиваться. Но я думаю, он будет совмещать как профессиональную, так и любительскую карьеру. Вообще до 15 боев разрешается проводить. И очень многие боксеры этим правилом пользуются и боксируют как в профи, так и в любителях, конечно, держат в уме Олимпийские игры, чемпионаты мира, континентальные какие-то турниры. Может быть, стоило Нурмагомбету остаться в любителях, параллельно боксируя в профи, не разрушать мосты, но он сам объявил об уходе именно из любительской сборной Казахстана. Анда дұрыс секілді. Бүгінде біз әшейін негізі үйреніп қалған секілдіміз. Біздің боксшылардың осы әлем чемпионы болып, олимпиада чемпионы болып, олимпиада жүлдегері болып, 30-дан асқаннан кейін кәсіпқой боксқа ауысқанда, бірақ негізінен әлемдік тәжірибе осы кәсіпқой боксқа ерте ауысады, және егер ертерек ауысса, дұрыс мықты деген промоутерлерге жолықса, өзін жақсы қырынан көрсете білсе, өзін жарнамалай алса, онда кәсіпқой бокста да биік шыңдарды бағындыруға мүмкіндік бар. Сондықтан да Бектің бұл қадамын құптаймыз. Және міне қазір қарсыласқа дәл осындай соққылар жасап
біздерді әлі де қуанта береді деп сенеміз. Абдаллах Пази әлі де келсер емес, міне нокдаунға түскенін мойындағысы келмейді. Және құлап, сұлап түскенше бұл боксшы ештеңені мойындамайтын секілді. Осымен екінші рет міне нокдаунды мойындамай жатқаны Пазидің. Ал Пазидің де өзі кезегінде ұзын қолымен, міне қолының ұзындығын пайдаланып Бекке соққы жасаған сәті Бекке жылдам қашып үлгерді. Бұл соққыдан және сол қолымен қазір бауырдан соққы жасап көрген Абдаллах Пази бұл сәтте сауатты қорғана білді. Енді Бек Нұрмағанбет тағы да бір шабуылдың шетін шығарып тексеріп көрген, бірақ Абдаллах Пази сауатты қорғанып жүр әзірге. Шегіне жүріп өнер көрсетуге мәжбүр, өткен Абдаллах Пази де қазір ентелеп біздің Бекті қууға және тығырыққа тіреуге тырысты, бірақ Бек міне қазір оны жақсы джебпен қарсы алды. Енді бұл ретте де біз үшінші раундтың соңғы тұсында Бек Нұрмағанбеттің соққыларын қарсыласқа жақсы тарта білген көріп отырмыз. Бізге әлгі нокдаунды тағы бір мәрте қазір режиссерлар қайталап көрсететін болады. Міне тамаша қазір құлаш соққымен қарсыласты тепе-теңдігін жоғалтуға мәжбүрледі. Бірақ бұрышта тақалып тұрғаннан кейін құлаған жоқ қазір қарсыласы. Және осы бір ауыр соққы өткізгенін өзі мойындамай бас шайқап жүр рефериге. Seconds out. Абдаллах Пази міне Бектен бұрын қазір шаршалаңның ортасына шығып ойқастап жүр. Өзінің әлде қуатының сарқылмағанын ұқтырып бағуға тырысуда. Абдаллах Пази қазір қолын жоғары көтеріп алған барынша. Сондықтан Бекке бұл қорғаныстан саңылау табу оңай емес. Біраз жұмыс жасау керек. Бұл қорғанысты бұзу үшін Пази де қазір емтелеп жүріп ешкімді еркелетпейтінін ұқтырып бағуда. Бек тамаша қазір қос соққымен қарсы ала білді. Қарсыласты. Тамаша қазір міне сол қолмен әдемі соққы өтті. Жоқ, өзде қазір абайлау керек. Нокдаун түрке дегенді айтып бағуда қазір Абдаллах Пази. Ал рефери қазір Бек Нұрмағанбет тайып кетті дегенді айтып жатыр. Ал мен құлаған міне қарсыласқа да қазір көрсетіп жатыр. Өзінің неден тайып құлағанын Бек Нұрмағанбет. Дегенмен қорғанысты да ұмытпау керек. Бекке қазір тегіс жерде тайып жығылды. Су болып қалды дегенді көрсетуде, бірақ қазір ол жерде сүртіп алды деп айтқан жоқ ешкімге рефери. Джеппен тексеріп барып, сол қолмен шекеге бір соққысын дартты. Абдаллах Пази болса, қанша соққы өткізсе де кәдімгі алдыға ұмтыла береді екен. Шегінуді білмейтін боксшы екен. Ал Бек Нұрмағанбет болса, екінші нөмірде өнер көрсетіп жүріп ақ, қазір қарсыласты тамаша күтіп ала білді. Міне жоқ, бұл жерде итеп жүрді. Нокдаун тіркелмеу керек ешқандай да.
қарсыласқа құрмет көрсетіп, өзі қолын беріп орнынан тұрғызды және дұрыс жасамағанын түсінді. Енді Бек бірінші нөмірде өнер көрсетіп жүр қазір. 4-ші раундтың соңғы минутында. Соңғы секундтарда Бектің ерекше белсенетіні бар. Бұл жолы олай бола ма екен? Жоқ, олай болған жоқ. Қазір гонг соғылғаннан кейін Абдуллах Бази сол қолын сілтеп қалып үлгерді. Өзі 6 раундтық кездесу, соның 5-ші раундына келе жеттік. Дамы и господа, позвольте вам представить тренера, который секундирует боксеру в красном углу. Соңғы раундтарда қазір Бек белсене түсіп, мезгілінен бұрын аяқтаса жақсы болар еді. Неофициально некогда прозванный убийцей кубинцев Қанат Орақбаев. Ал қазір Қанат Орақбаев ағамыздың Бек Нұрмағамбеттің бұрышында секундант болып тұрған айтып өтті. Шаршы алаңдағы жүргізуші. 5-ші раунд. The round number 5. Бекке тағы да белсене түсу керек. Бүгінгі кештің басты кездесуінде өнер көрсетіп жатқан соң, мезгілінен бұрын аяқтап жатсан, біздің көргімізге отқан нокаутты көрсетсе жақсы болар еді. Қарсыласы бір емес, бірнеше 2 мәрте нокдаунға жіберді ғой. Неліктен енді тағы да нокаутқа жіберуге ұмтылмасқа? Мұны Бектің өзі де жақсы түсінеді. Шегініп барып кәр оң қолмен бір соққысын дартты. Абдуллах дайын жүр бәріне. Тағы да бір соққыны өткізді, бірақ бұл әшейін байқаусызда тиген соққы секілді қып басын шайқап қояды. Бази. Тамаша қазір қорғанысты әдемі бұза білді Бек Нұрмағамбет. 2-1-дей соққымен қос-қостап тастады және Абдуллах Базидің біз шаршай бастаған байқап отырмыз. Тамаша қазір сериялы соққылармен Абдуллах Базиді әбден тығырыққа тіреді. Ал Абдуллах Баса клинчке түсу арқылы ғана жан бағып қалуда. Бек қазір жөппен қарсыласқа шабуылға шығуға мүмкіндік бермеді. Ал Абдуллах Бази қазір тіпті тайғанап жүрген секілді. Осы қалған 1 минут барысында Бекке сәл-сәл қолда-аяққа тұрмай қимылдап, тағы да бір соққы жасауына болатын секілді. Не болды қазір? Мүлдем тепе-теңдікті жоғалтып алды Абдуллах Бази. Әлде осының алдындағы жіберген соққылардан теңселіп жүрмеген, әйтеуір. Міне, тағы да құлады. Бір конькиді алғаш рет киіп, мұздың үстіне шыққан адам секілді жүр қазір шаршы алаңның ішінде. Абдуллах Бази. Тағы да міне жеппен қарсыластың қорғанысын бұзып өтті де, сол қолмен 2 соққыны дәл тигізді Бек. 15 секундтай уақыт бар. Әлде бұл кездесуді мезгілінен бұрын аяқтауға болады осы раунд барысында? Жоқ, Абдуллах Бази қазір өзде жауап қатып үлгерді. Бәлкім бұл кездесудің жеңімпазын соңғы раундта анықтап қалармыз. Ол ұпай санымен бола ма, әлде 5-ші раунд аяқталды. Мезгілінен бұрын болады ма? Уақыт көрсетеді. Хабар арнасының тікелей эфирінде бүгін біздің 4-1-дей боксшымыздың жеңіске жеткен куәсі болдыңыздар. Ал бұл Абдуллах Базидің әлгі иектің астынан соққы жіберген сәті және тепе-теңдік жоғалтқанын да көрсетуде.
мына соққылардың бірі егер тигенде Абдуллах Пазидің аяқ аспаннан келер ме еді. Сонымен соңғы раундқа да келіп жеттік. Көрейік. Бұл жолы нокаут тіркеле ма, тіркелмейді ма, Ербол? Ну, все к этому идет, потому что Бек Нурмагомед работает именно на нокаут. Он пытается точнее попасть, чтобы его соперник уже не смог встречу продолжать, но пока держится. Конечно, весьма крепкий такой оппонент у Бека Нурмагомеда. Абдаллах Шабани Пази, 28 побед и 7 поражений. Более опытный боксер, чем его соперник из Казахстана. Но в целом, конечно, Бек Нурмагомед выглядит на ринге намного лучше, ярче, зрелищней. Хотя, еще раз добавлю, что Абдаллах весьма достойное сопротивление ему оказывает. Теперь, конечно, главное выложиться на все 200% в шестом раунде. Довольно влажно на ринге, поэтому сейчас последние приготовления в процессе подготовки. Перед шестым раундом, заключительным в рамках этого вечера профессионального бокса в Атырау. Конечно, у Жусупова и Нурмагомеда соперники попались, скажем так, более крепкие, чем у Евгения Павлова и Данила Семенова. То же самое касается и Бекзата Нурдаулетова. Ну, конечно, Нурдаулетов и сам агрессивен был на ринге, не оставил шансов своему сопернику, сходу прибавил, сразу же начал работать, и в итоге это привело к его первой победе. Кәсіпқой боксқа бүгін ауысып кетсе де дайын секілді Бекзат Нурдаулетов. Да, конечно, Айбек, согласен с тобой полностью. И теперь мы будем наблюдать за карьерой тех боксеров, которые в профи переходят. С каждым годом их все больше и больше. Я думаю, в год не меньше 10-15 боксеров переходит в профессионал. А многих мы даже ранее не слышали о том, что они боксировали в любителях, а уже переходят в профи. Какие-то пояса второстепенные завоевывают. Ну и, конечно, с этого нужно начинать. И теперь нужно работать много, пахать, найти своего промоутера, своего наставника, которые будут вести карьеру молодого боксера. Зачастую именно молодежь переходит в профи. Да, ну, как сказал мой коллега, периодически и возрастные казахстанцы переходят в профи. К примеру, совсем недавно свой первый бой на профессиональном ринге провел Камшибек Кункабаев. Он тоже этот поединок с Исой Акбербаевым рассматривал именно в качестве подготовки к чемпионату Казахстана, к Олимпиаде. Да, очень скользко, конечно, на канвасе. В результате сначала Бек Нурмагомед, теперь еще и Абдаллах Шабани Пази подскользнулись поочередно. Бір қызығы әшейінде реферилер сүрткізіп болатын еді, осындай тайғанақ болып жатқан сәтте қазір расымен де бір мұздың үстінде жүрген секілді боксшылар. Конечно, довольно неприятный момент, очень неприятный. Так вот, Кункабаеву 30 лет, а он уже пробует себя в профи, может быть, после того, как завоюет медаль в Токио, он перейдет в профессионал, хотя возраст такой, скажем, не то чтобы ветеранский, но в самом соку, конечно, находится. А вот мой коллега считает, что именно в молодом возрасте стоит переходить профессионалы. Бек Нурмагомед перешел в профи 22 года. Кто-то переходит в 28, кто-то в 30. У каждого свой выбор, свой путь. И я думаю, быстрее адаптируется Нурмагомед в профи, а кто-то просто эти поединки рассматривает в качестве подготовки. Это касается и Жусупова, и Кункабаева, я думаю, и Бекзата Нурдаулетова. Они только после Олимпиады будут, наверное, задумываться о профессиональном ринге, а пока будут боксировать, пока их приглашают. Конечно, это очень хорошо, есть зрелищность, есть определенное имя, которое они заработали как в Казахстане, так и в мире. Заключительный раунд, он уже позади. Благодарит Бек Нурмагомед Абдуллаха Шабани Пази за этот поединок. Не смог досрочно выиграть Нурмагомед. Теперь осталось дождаться вердикта
судьи, посмотрим, кому они отдадут предпочтение. Но, конечно же, казахстанец был лучше, активнее, точнее. Он несколько раз заставил своего соперника оказаться в нокдауне. Я думаю, именно казахстанцы дадут победу. Абек, как думаешь? Я бұл жерде жеңімпаздың мәселесі ешқандай талқыланбайтын да секілді. Біз Бек Нұрмағанбеттің жеңіске жеткеніне сенімдіміз. Ешбір күмәніміз жоқ, кәміл сеніп отырмыз, шүбә келтірмейміз. Бек тамаша жекпе-жек өткізді. Қазақ елінің, ұлы қазақ даласының философы, жазушы, және бүгінгі кештің басты кездесуінде жеңіске жетті деп сенеміз. 175 Солай болуын күтеміз. Төрешілердің шешімін күтейік, әліптің артын бағайық. Не дегенмен де қазір төрешілердің қандай шешім шығаратынын да білмей қаламыз ғой. Ал Абдуллах Пази болса әлгі сәтте мен Бек Нұрмағанбетті ұрып құлаттым. Ол сол кезде сол менің жұдырығымнан, менің соққымнан құлады деген дәл айтып жатқан секілді. Жа төрешіге айтты. Енді өзінің бапкерлерімен айтуда тайып құлады деген келісер емес. Өзінің де тайып құлаған мойындамай жатқан секілді. Ал дәл осы ретте мен біздің хабар арнасының көрермендеріне ертең таңғы сағат 8:00-де хабар арнасында кәсіпқой бокс көрсетілімі болатынын айтып өткім келеді. 2-1 тұжырым бойынша 2-1 салмақта әлем чемпионы анықталатын кездесу, және бұған дейін жеңілісті білмейтін Джервонта Дэвис пен мексикалық аты аңызға айналған боксшы Лео Санта Круз шаршаланға шығатын болады. Лео Санта Круз бұған дейін 4 салмақ дәрежесінде әлем чемпионы атанған мексикалық боксшы. Егер ертең жеңіске жетіп жатса, онда кәсіпқой бокста 5 салмақ дәрежесі бойынша әлем чемпионы атанған алғашқы мексикалық атанбақ. Ал Джервонта Дэвис болса, бұған дейін 23 кездесу өткізді. Соның барлығында жеңіске жетті. Оның 22-сінде қарсыласын нокаутқа жіберді. WBA тұжырымы бойынша жеңіл салмақта әлем чемпионы. Ал оның қарсыласы Лео Санта Круз болса, екінші жартылай жеңіл салмақта әлем чемпионы. Дәл осы WBA төрешілердің шешімі. Ал бүгінгі кештегі басты кездесуде кім жеңімпаз болды екен, көрейік қазір. Judge 1, 60-52, Red Corner. Бірінші төреші 60-52, қызыл бұрыш. Judge 2, 60-52, Red Corner. And Judge 3, үшінші төреші 60-53. Бұл кездесуде ұпай есебімен жеңіске жеткен Бек Нұрмағанбет. Сонымен біз күткендей сенімді түрде үш төрешінің де бір ауыздан шығарған шешімнің арқасында Бек Нұрмағанбет өзінің кәсіпқой рингтегі екінші кездесуіндегі екінші жеңісіне қол жеткізді.